Сабағыңыз 41 сабақ мәтін дейді. Бірінші артық тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда дейді. Жапалақ. Түнде жапалақпен үкіден артық көретін аңқыс жоқ. Көздері ерекше үлкен. Болма шарт өзі олардың назарынан тыс қалмайды. Көздерінің күн сәулесі тым жарық әрі жайсыз. Сондықтан бұл құстар күндіз тығылып жатады. Түнде жем аулайтын жапалаққа құлағының тигізер көмегі көп. Жапалақ дыбыс арқылы жемнің қайда тұрғанын біле қояды дейді. Мәтін не туралы? Мәтін жапалақ туралы. Жапалақ неге түнде ұшады? Күн сәулесі тым жарық әрі жайсыз екен, көздеріне, сол үшін түнде ұшады екен. Түнде ұшатын тағы қандай құстарды білесің дейді. Жапалақ, үкі, Енді екінші аттық сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Жапалақтардың есту қабілеті өте жоғары, олар алыстан жақсы көреді дейді. Үшінші аттық өлеңді жұмбақталған құсты тауып айт дейді. Жайнаған бақтың әншісі, тамсанған оған сан кісі. Сайрада бір талмайды, ән құспал таңдайлы. Ән құспал таңдайлы дейді. Бұл не екен? Бұл бұлбұл екен, Жайнаған бақтың әншісі, тамсанған оған сан кісі. Сайрадан бір талмайды, ән құспал таңдайлы. Ән құспал таңдайлы дейді көзде дауыстар ерекше, әдемі деген сөз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.